Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен 280 орта мектебінің алғашқы сәйен технология дайындау оқытушының ұстазы Мұхаммедқали Таниев. Бүгінгі менің тақырыбым жеке қорғаныс құралдары, яғни бұл тыныс алу органдарының қорғауының құралдары болып табылады. Азаматтық қорғаудың негізгі міндеттері бұл халықты және объектілерді қорғау, қорғану құрылыстарының қажетті қорын, жеке қорғану құралдарын және азаматтық қорғаныстың басқа да мүліктерінің қорларын жинақтау және әзірлікте ұстау болып табылады. Яғни ядролық қарудың тарихы дегеніміз, тарихи анықтамасы алғашқы атом бомбасы 1945 жылдың ортасында ақш-та жасап шығарылды. Бомбаны жасау жұмыстарын 1904-1967 жылы Роберт Оппенгеймер басқарды. 1945 жылы 5 тамызда Хиросима атты Жапон қаласында өте қуатты атом бомбасы тасталды. Кеңес одағының алғашқы атом бомбасы 1949 жылы Семей қаласында, яғни Қазақстанда жанындағы полигонда сынақтан өткізілді. Бактериялық қарулардың негізгі жұқпалы аурулардың қоздырғыштары микроорганизмдер, яғни бактериялар, вирустар, рикетсиялар, жаңғақ және олардың түзілетін бактериялық улар, токсиндер құрайды. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларды газ сымылдығының құрылысымен танысу және оларды қолдануды үйрету, қарапайым жеке қорғаныш құралдарын дайындау және пайдалануға үйрету болып табылады. Сабақтың міндеті тыныс алу органдарын қорғау құралдарының негізгі түрлері туралы түсінікті қалыптастыру, оқушыларды жеке қорғаныс құралдарының газ сымылдықтарын пайдалану бойынша икем дағдыларын жетілдіру, кез келген төтенше жағдай кезінде сенімді белсенді іс-қимыл жасауға үйрету болып табылады. Яғни газ сымылдық дегеніміз жеке қорғаныш құралдарына жатады. Жеке қорғаныш құралдарының принципі бойынша сүзгіш оқшаулағыш болып табылады. Арнаулы бойынша тыныс алу органдарын қорғау және теріні қорғау және медициналық болып бөлінеді. Тыныс алу органдарын қорғау құралдары оларға жататындығымен өздеріңіздің алдыңыздағы суретте көрсетілгендей, ең бірінші суреттегі газ сымылдықтар, яғни бұлар сүзгіш және оқшаулағыш болып табылады. Екінші суреттегі бұл жерде респираторлар, үшінші суреттегі ПТМ1 шаңға қарсы маскасы, төртінші мақта дәке таңбасы болып табылады. Міне алдарыңызда осы суретте көрсетілген. Енді осы өлшемдері бойынша ең бірінші нөлінші өлшемге 63-тен 0 сантиметрге дейін, бірінші өлшемге 63,5 және 65,5 сантиметрге дейін, ал екінші өлшем бойынша 66-тен 0 және 68-ден 0 сантиметрге дейін, үшінші өлшем бойынша 68,5 70,5 сантиметрге дейін, ал төртінші өлшем бойынша 71 сантиметрден және жоғары болып табылады. Енді мына жерде алдарыңызда газ сымылдықты сүңгуге салу ережесі көрсетілген. Ең бірінші газ сымылдықты аламыз, одан кейін ортасынан бүктеп, үшінші суреттегідей болып газ сымылдықтың сөмкесіне саламыз. Міне алдарыңызда ГП-7 азаматтық газ сымылдығы, яғни қазіргі таңда біздің осы әскер саласында қолданып жүрген газ сымылдырығымыз. Алдарыңызда суретте көрсетілгендей ГП-7 газ сымылдырығы болып табылады. Енді мына жерде тағы бір айтып кететін нәрсе, енді газ сымылдығы болмаған жағдайда мақта дәке таңбасы, яғни бұл жерден мына алдарыңызда А және Б суретте көрсетілгендей мақта дәкесі осылай жасалынатын болады. Ең бірінші бұл мақта дәкесін жасау үшін бізге осындай өлшемде 30-да 50-де 100 сантиметр бізге мақта керек, мата керек, яғни оның ортасына осындай болып мақта салынады.
осындай қалыпқа келтіріліп бүктелінеді. Екі жағынан тартылып осылай үсті жоғары жаққа байланады да тағы бір ұшы басының артына байланады. Бұл жерде мақта дегеніміз ол шаңдардан, яғни тағы да радиобелсенді улы заттардан адамды қорғаудың ең қарапайым құралы болып табылады. Бұл өлшемі бағана айтып кеткенімдей 10-50 сантиметр өлшеміндегі дәке, орта бөлігінде 2 сантиметр қалыңдықта мата болады. Енді газ сымылдырықты күйдің нормативтері, газ сымылдырықты күйдің нормативтері ең 5 деген бағаға бағаланатын, яғни 9 секундта киілген газ сымылдырық, ал одан кейін 4 деп бағаға бағаланатын 10 секундта және 3 деп бағаланатын 11 секундта киіледі. Газ сымылдырықты зақымданушыға тигізу, жерге зақымдалған аймақтағы жатқан адамға көмек көрсету мақсатында газ сымылдырық кигізіледі. Газ сымылдырық мысалы сондай жағдайда ол жерде зақымданған аймақта жатқан адамға сен өзің кигізуіңе тура келеді. Сол кезде кигізу 5 деген бағаға кигізу, бұл жерде 16 секунд, 4 деген бағаға кигізу, 17 секунд, 3 деген бағаға кигізу, 18 секунд болып табылады. Енді бұл жерде қорытынды сұрақтар, бұл жерде жеке қорғану құралдары туралы не білдік, және жеке қорғану құралдары туралы не білгеніміз, бұл жерде біздің білгеніміз, яғни бұл жерде ГПП-7, яғни адамды осындай радиобелсенді жаңағы заттардан қорғау мақсатында киілетін газ сымылдырық туралы білдік. Жеке қорғану құралдары қалай жіктелетінін үйрендік. Осы алу органдарының қорғау құралдарының құрылысы туралы, яғни бұл жерде КПП-7 газ сымылдырығының құрылысы туралы білдік. Газ сымылдырықтың өлшемдері бағана айтылып кеткендей 5 өлшемде болатынын білдік. Жарамсыз газ сымдықтарды пайдалануға болады ма деген сұрақ берді. Бұл жерде жарамсыз газ сымдықтарды пайдалануға болмайды. Назарларыңызға рахмет.